Қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Мен тікелей эфирдемін. Бүгін тікелей эфир сұрақтарға байланысты. Дәл қазір маған осыған дейін келген сұрақтарға жауап беремін. Бұл бірден эфирге сосын кіретін ханымдарға арналып жатыр. Міне жиналып жатыр. Қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Нурина ханым, саламатсыз ба? Сәлематсыздар ма? Қош келдіңіздер. Дәл қазір осыған дейін қойылған сұрақтарға жауап беремін. Оған дейін бірден көмек карталар туралы айта кетсем деген едім. Ол не? Қалай жұмыс жасайды? Неге мен осы әрдайым парақшамда көмек карталарын шығарамын? Одан кейін көп ханымдар, бірақ енді көп деп айтпайын, 80% ханым түсінеді, 20% көбіне түсінбей жатады. Бұл не? Мен түсінбедім, ол нені білдіреді, немесе сұраққа жауап ала алмадым деп жатады. Ханымдар, мені қалай естіп тұрсыздар? Көріп тұрғандарыңыз мүмкін, бірақ қалай естіп тұрсыздар? Жүрекшені басып, немесе смайлик қойып жіберіңіздер, егер жақсы естіп тұрсаңыздар. Мен дауысын өшіріп тастайын музыканы. Қалай естіп тұрсыздар? Жүрекшені баса қойыңыздаршы, немесе смайлик. Бәрі жақсы ма? Қайырлы кеш, жаңа қосылып жатқан. Көрдім. Рахмет. Көмек карталары бойынша. Бүгін арнайы техника болады, артық салмақ бойынша. Енді толықтай емес, бір-екі шеуін көрсетемін. Артық салмақтың сіздерде дәл қазір не себептен болып жатқанын түсінуге арналған арнайы карталармен кішкене бір 5-10 минут жұмыс жасап көреміз. Қалған уақытын осыған дейін келген сұрақтарға жауап беремін. Дәл қазір көмек картасы деген не? Орысша айтқанда метафорические ассоциативные карты дейді. Бұл мынандай карталар әртүрлі болады. Бұның өртек түрлері өте көп, портретный түр болады. Жай ғана фото түрлері де болады. Немесе мынандай қолмен салынған, немесе абстракция дейміз ғой. Неше түрлісі енді түр-түрі. Енді қай психолог қайсымен қолданады, әркімнің өзінің таңдауында. Ары қарай, бұл не істейді? Бұл біздің ассоциация дейміз ғой, көрген дүниемізге, мысалы, бір адамды көреміз, айтамыз ғой. Сен біреуге ұқсайсың дей, есіме түсіре алмай тұрмын, біреуге ұқсайсың деп айтамыз. Бұл ассоциация, біреуге ұқсатып, елестету арқылы біз оны ойымызға келтіріп жатырмыз, Дәл сол сияқты қайырлы кеш, менің осыған дейін басынан келе жатқан ханымдар қосылып жатыр менің аккаунтымда. Арғар жалғастырдық. Суретке қараймыз. Міне неше түрлі суреттер. Суретке қарай отыра, түп санадан қажетті сізге дәл қазір қойған сұраққа жауап аламыз. Сана тұрғысында біз оны ойла, фантазия, неше түрлі ойларға кетуіміз мүмкін, ал бірақ түп сана нақты және бізге бірден жауабын береді. Тек ең маңыздысы оны бірден қалай айтсақ болады, тыңдай білу керек. Қалай тыңдаймыз? Қалай мән береміз оған? Сұрақ қойған сәтте, картаға қараған сәтте қандай не көріп тұрсыз? Ол сізге нені есіңізге түсіртеді? Қандай сәтті, қандай сөзді? Соның барлығын ойлай келе, егер нақты сізбен психолог осы мак карталармен жұмыс жасап жатса, ол сізге нақты сол сәттегі ситуацияңызға байланысты сұрақ қояды. Сол арқылы сіз түп санадан біраз ақпаратты шығарасыз. Сізге дәл қазір қажет. Ол ақпараттар сізді не қорғайтын, немесе сізге кедергі болып жатқан ақпараттар болуы мүмкін. Установка дейміз ғой, сенімдер, көбіне осы карталар арқылы неше түрлі негативті сенімдерді бері қарай шығаруға болады. Және оның қайдан пайдан болғанын, кім айтты, қай кезде айтты, неге сіз оны сіздің миыңызға соншалықты қатты сақтап қалдыңыз, неге соншалықты сізге эмоционалдық тұрғыда әсерін берді. Осының барлығына мына карта арқылы жауап алуға болады. Ары қарай кеттік. Не істейміз? Мысалы, сұрақ қояйық, дәл қазір дейік, менің көңіліме не әсер етіп тұр? Делік.
мына карталардың ішіне карталарды жабық түрде таңдауға болады, немесе бірден ашық түрде таңдауға болады, өзіңізге ұнайтынына қарай. Енді бұл нақты психологпен жұмыс. Ашық түрде таңдаған кішкене болса да сізге қауіпсіздеу, бірден стресске түсірмейді. Енді бірақ жабық түрде де болады. Екі түрі де бар. Былай да жұмыс жасауға да, былай да жұмыс жасауға. Таңдауды айтамын. Сақтаймын, эфирді сақтаймын. Ары қарай кеттік. Мен таңдадым. Дәл қазір менің қандай сұрақ қойдым? Көңілім қандай дейік, жарайды. Есіме сондай бір сұрақ қойған сияқты едім. Эфирді қайта көргенде қарамын. Көріп тұрсыздар ма? Дәл қазір неге менің мынау кішкене бұлыңғыр көрсетіп тұр, Мүмкін қазір Охо. Міне. Алып тастадым жаңағы нені. Қараңыздар. Дәл қазір менің көңіліме не әсер етіп тұр? Осындай сұрақ қойдым, Даладағы картаға қарай отыра, мына жерде қолшатыр байқап тұрмын, бірден көзіме түскен. Қыздың көңілі жақсы сияқты. Бірақ аспан күңгірт, күн жоқ сияқты болып тұр. Соған қарағанда қыз қолшатыр ұстап алғанға қарағанда жаңбыр жауатын мүмкіндік бар сияқты. Сонда дәл қазір менің көңілімді не мазалап тұр? Ол ауа райы мазалап тұр мүмкін. Енді бұл қойған сұраққа айтып тұрған дүнием, Ары қарай кетсек. Бұл қыз қандай? Маған қандай сезімге мені бөлейді мына қызға қарағанда? Менің көңілім күйім көтеріңкі. Бұл қызға қарағанда. Қоян сондай сүйкімді екен қасында. Ана қарғамен сөйлесіп тұрған сияқты қыз тілдесіп. Менің ойымша. Бұл жерденді ары қарай қойған сұраққа байланысты болады. Қарға не дейді? Сізге не айтып жатыр? Қарға ол кім? Кімге ұқсайды? Дәл қазіргі сәттегі әртүрлі ситуациялар болуы мүмкін. Бұл барлығы менің көрген дүнием. Ал дәл қазіргі сәтте бұл картадан сіз мүлдем басқа ситуацияны көруіңіз мүмкін. Түсініп жатырсыздар ма? Смайлик қойыңыздаршы, егер түсініп жатсаңыздар. Қаншалықты сіздерге түсінікті менің айтып жатқан дүнием? Ханымдар, сіздерден смайлик күтемін. Түсінікті ме менің айтып жатқан дүнием сіздерге? Сіздерден смайлик күтіп отырмын. Түсінікті ме, түсінікті емес пе? Ары қарай жалғастырайын ба, жалғастырмайын ба? Жоқ дейді. Қаз 06-11-84. Нақты не түсінікті емес? Сұрақ қойсаңызшы. Қайта алмаймын, ренжімеңіз, эфирді қайта көрерсіз. Осы айтқан дүнием, осыған дейін қараған ханымдар, көрген ханымдар, не түсінікті сіздерге? Картамен жұмыс жасау қаншалықты сіздерге қиын деп ойлайсыздар, немесе оңай деп ойлайсыздар? Және сіздерге ештеңеге қарамастан көңіл күйімді түсірмеймін. Түсірмеу үшін сіздің көңіл күйіңізді бұл жерде карта сізге не дейді? Неге мән бер дейді? Queen, Айдана ханым. Айдана ханым, сіз ғой, қалыңыз қалай? Қайырлы кеш, Сандуғаш ханым. Түсінікті дейді. Нақты қазіргі көңіл күйлеріңізге байланысты жауап алып жатсыздар ма? Мысалы, менің көңіл күйіме қазір мына қарға, енді әркімге әртүрлі болуы мүмкін. Мен қарғаны көріп тұрмын. Мына қарға кедергі болуы мүмкін. Картамен жұмыс жасаған ана ғұрлым жақсы дейді. Жарайды. Өте керемет. Бұл сізге ең қауіпсіз түрде түп санадан ақпаратты алып шығуға көмектесетін дүние. Оңай түрмен, жеңіл түрмен. Өйткені сізге картасыз сұрақ қоятын болсам, көңіл күйіңіз қандай, не сізге қазір кедергі жасап тұр, немесе не сіздің көңіл күйіңізге әсер етіп тұр десем, сіз фантазия жүзінде, сана тұрғысында бер жақтан әңгімені айта кетесіз. Маған қазір ауа райы, қазіргі келген кезім, жаңбыр жауып тұр, барлығын араластырып кетуіңіз мүмкін. Ал түп сана сізге мына карта арқылы, картинка арқылы, нақты жауапты береді. Шын түбінде қандай әсер беріп тұрғанын.
Түсінікті ме сонымен ханымдар? Ары қарай жалғастырайын, бұл картада тұрып қалмайын. Сонымен, осыған дейін бұл карта жайлы айта кеткен дүнием, картадан алатын дүние өте көп. Қазір сұрақтарға жауап беріп болғаннан кейін, менің артық салмағым деген тақырыпта картамен жұмыс жасаймыз. Оның арнайы карталары бар. Арнайы картиналарды алдын ала дайындап қойдым. Ол карталар менде жоқ болғандықтан. Соны көрсете отыра, арнайы сұрақты қоя отыра, дәл қазір егер дене бітіміңізде сіздің ойыңызша артық салмақ бар деп ойласаңыз, қайдан пайда болғанын, не себептен екенін түсінуге болады. Ары қарай жалғастырайық. Дәл қазір сұрақтарға жауап беруге тырысайын. Келген сұрақтардан қазір мына сұрақ. Ерін қадірлемесе, оны қалай ретке келтіреміз? Қалай ойлайсыздар? Адам сізді қадірлеу үшін сізден не керек? Бұл жерде сұрақ туындайды. Ал сіз өзіңізді қадірлейсіз бе? Өйткені өзіңізді қадірлемесеңіз, неге сізді біреу қадірлеу қажет? Ойланып көріңіздер, қаншалықты бұл сұрақ сіздерге жақын. Ерін қадірлемесе, бұл айтқанда қасыңыздағы ер азаматыңыз, сізді сыйламаса, қадірлемесе деген сұрақ бір. Сонда сіз өз-өзіңізді сыйлайсыз ба? Қаншалықты сіз өз-өзіңізді сыйлайсыз? Және сыйлай отыра, басқаны өзіңізді сыйлата аласыз? Осы тұста туындайтын сұрақ. Осының бәрін ойланып көріңіз. Өз-өзін сыйлаған адам басқаны да сыйлата алады. Басқадан көрудің қажеті жоқ. Басты сұрақ өзіңізге қойыңыз қажет. Ал екінші сәтте ары қарай сұрақ туындайды. Неге ол сізді қадірлемейді? Қандай себеп болуы мүмкін сізді қадірлемеуге алып келіп соққан? Оны да ойланыңыздар, Бұл сұрақтың нақты жауабы жоқ, өйткені осы мен қойған сұрақтарға міндетті түрде жауап қажет. Содан кейін ғана ары қарай бұл сұраққа жауапты табуға болады. Өйткені мен жалпылама түрде өзіңізді сыйлаңыз, сонда сізді басқа сыйлайды деп жай айта салсам, ол сізге ешқандай әсерін бермейді. Бірінші сұрақ қою керек. Мен шын мәнінде өзімді сыйлаймын ба? Қадірлеймін бе? Ары қарай туындайтын не? Мен не істедім, немесе ол не істеді? Оның алдында мен осындай болғаным. Қадірлетпеуім өзімді. Ары қарай сұрақ. Өзіңе деген махаббат ол не? Оны қалай түсінемін? Бар, немесе деген сөз шығар, не, жоқ екенін дейді. Дәл осы жаңағы сұраққа, бірінші болған сұраққа, ары қарай жалғастыру ретінде өте бір-біріне сәйкестігі келетін сұрақ екен. Өз-өзіңе деген махаббат, жаңағы айтқан қадірлеу, сыйлау. Бір мысал келтірейінші. Көбіне біз өз-өзімізді, жаңа айттық, бар екен немесе жоқ екенін қайдан түсінеміз деп, Қайдан түсінеміз? Егер сіз өз-өзіңізге бір ситуацияны айтайық. Ішкі жағымызды айтайық. Ішкі киім. Ойлаймыз, мені ешкім көріп жатқан жоқ қой. Мен бір жыртығын кие салайын. Мені аяқ киімім ішінен мен ана жерге барамын да келемін. Нәскиім жыртылып қалыпты. Ешкім көрмейді, мен ол жерде аяқ киімді шешпеймін ғой деп киіп аламыз. Немесе, бұл бергі жақтарын айтып жатқаным. Дүкенге барған кезде
өзімізге, немесе ең арзанын іздейміз дүниенің. Мүмкіндігінше жеңілдікпен алуын іздейміз. Оның да пайдасы бар әрине үнемдеуге, бірақ көбіне 80% уақытында солай болатын болса, бұл өз-өзіңізге деген махаббаттың жоқтығы. Егер біреу үшін істейтін болсаңыз, біреу үшін үйіңізді жинайтын болсаңыз, біреу үшін өз-өзіңізді, шашыңызды тарап, бетіңізді бояйтын болсаңыз, мысалы сыртқа шығып бара жатырмын ғой, жұрттар айтар, түрі қандай болып кетіпті, өз-өзіне қарамайды екен ғой деп. Бірақ өзіміз үшін оны істемейміз. Өзіміз үшін бетімізге маска жасамаймыз, өзіміз үшін жуынбаймыз. Бұл дене тұрғысында айтып жатқан дүние. Өзіміз үшін кітап оқымаймыз, көрсетіп біреу үшін оқуымыз да мүмкін. Мен кітап оқып жатырмын. Менің ақылды екеніме мән берші дейтіндей. Немесе қонақ келер кезде үйді жинап, тазалап, генеральный уборка жасап кетеміз. Не себептен? Оның барлығы өз-өзімізге деген махаббаттың көбіне жоқтығынан пайда болатын дүние. Біреу үшін істеу. Ал нақты өзің үшін істеп жатқан дүниеңіз, тамақтың да тәттісін жеу, дұрыстап жеу, әдемілеп жеу. Оның барлығы өз-өзіңізге деген махаббатқа жататын дүние. Осылар арқылы байқай аласыз. Шын мәнінде ол бар ма, немесе жоқ па екен. Ары қарай кеттік. Түсінікті болып жатыр ма, ханымдар? Картадан не пайда дейді? Картадан пайда. Түп санаңыздан сізге дәл қазіргі сәтте қажетті сұраққа жауап алу үшін өте маңызды. Мысалы, менің жеке терапияма келген ханымдар, жеке терапиямның болып жатқан уақытында, егер сұраққа сұрақ қойып, білмеймін деген сөзі көбейіп кеткен жағдайда, тығырыққа кіріп, ары қарай эмоция тұрғысында да, немесе сұраққа жауап бере алмаған кезде, осы көмек картасы маған көмекке келеді. Осы арқылы жеңіл және тезірек арт-терапияға қарағанда мүмкіндік бар. Сол сұраққа, сол ситуацияны, эмоцияны аңғаруға мүмкіндік болады. Және бағанағы айтқандай негативті установкаларды бірден бергі жаққа шығаруға мүмкіндік береді. Әрі қарай, әрине, онымен ары қарай өмір сүре беремін бе? Немесе дәл қазіргі сәтіммен өмір сүре беремін бе? Білмегенге дейінгі, сәтке дейін. Немесе ол маған шын мәнінде кедергі ме, кедергі емес пе екен? Әр ханымның өзінің шешімі болып қалады. Мысалы, мына картамен жұмыс жасадық. Түсіндіңіз, проблемаңыз неде екенін, кімде екенін, қандай ситуацияда екенін, ары қарай не істейсіз? Ары қарай шешім қабылдайсыз. Мен осы картаға дейінгі түсінігімен ары қарай өмір сүре беремін бе? Немесе жаңа түсінікті қолдана отыра өмірімді өзгертемін бе? Мысалы, мінез құлыққа келетін болсақ, мен күнде ашуланшақпын деп айтайық. Түсіндіңіз, неден ашуланатыныңызды, қандай сәтте ашуланатыныңызды? Енді шешім қабылдау ғана қалды. Мен сол сәтте ашулануыма өзіме рұқсат беремін бе, бермеймін бе? Немесе оңға мән бермей, ары қарай өте беремін бе? Деген сияқты. Шешім пайда болады әрбір сәтте. Сондықтан картаның пайдасы жеңіл және сізге қауіпсіз түрде ақпаратты бергі жағына қарай шығаруға. Ол сұрақтардың түрі әртүрлі. Арғай жалғастырдық. Неге маған жуаз жігіттер кездеседі дейді. Кеге шықпаған қыз болып тұр ғой. Жуаз жігіт деген түсінік бойынша былай мінезі жағынан болып тұр ғой. Бұл жағынан айтатын болса, мүмкін сізде бір негативті установка тұрған болуы мүмкін. Менен мықты күш жағынан да, мінез жағынан да мықты жігітке мен лайықты емеспін деген. Немесе ондай адамдар маған менен мықты болса, күшінен де, сөзінен де, ісінен де менен мықты болатын болса, онда ол жігіт мені еркіндікке жібермеуі мүмкін, қалаған ісімді істей алмауы мүмкін, немесе мені жәбірлеуі мүмкін, ұрып соғуы мүмкін,
деген сияқты, күш жағынан да егер жоғары болатын болса. Сол себептен сіз өзіңіздің өміріңізге сіздің дене тұрғысында, физикалық тұрғыда да, ой тұрғысынан да төмен жігітті өзіңізге шақыруыңыз мүмкін. Өйткені сізде лайықты емеспін деген, маған болмайды деген түп сана тұрғысында установка тұруы мүмкін. Сол себептен сіздің өміріңізге дәл осындай жігіттер пайда болуы мүмкін, тағы да айтамын. Себебі не екенін түсіндіріп бердім деп ойлаймын. Түсініп жатсыздар ма, ханымдар? Маған кері байланыс беріңіздерші. Так, ары қарай. Тұңғыш баланы қабылдай алмау туралы айтыңызшы дейді. Нақты қалай қабылдамай жатсыз? Мен әзірше осыған дейін қойылған сұрақтарға жауап беремін, ханымдар. Тұңғыш баланы қабылдай алмау туралы. Біріншіден, тұңғыш бала бізде қандай сәтте пайда болады? Жас кезімізде. Көбіне, немесе біз нақты балалы болуға дайын болмаған кезімізде. Рахмет. Дайын болмаған кезімізде осознанность дейміз ғой, түсінікпен ол жүктілікке келмеген кезімізде, немесе тек қана күйеуге шығу жолында болуы мүмкін. Сол себептен, әртүрлі себептерден тұңғыш баламызды біз қабылдай алмауымыз мүмкін. Не себептен? Конкуренция. Менің күйеуіме деген махаббатымда ол көп алып қою мүмкін. Ол түп санада, ол бейсаналық тұрда, ол сана тұрғысында емес, ол іште жатқан, жаңағы айтқан мүмкіндіктер, сенімдер. Немесе қабылдай алмайтын түрі, ол ұлыңыз немесе қызыңыз сіздің ұнатпайтын бір адамыңызға ұқсауы мүмкін. Ол бір вариант. Сол себептен оның іс-әрекетін көргеніңізде, оған ұқсайтын мінезді көргеніңізде, жүріс-тұрысын көргеніңізде, тамақ ішіп отырғанын көргеніңізде, ол сізге бірден негативті түрде әсер етуі мүмкін, сондықтан балаңызды қабылдамауыңыз да мүмкін. Ары қарай кеттік. Бала біздің айнамыз деп айтады. Біздің келбетіміз. Баланы көріңізде, сіздің қандай екеніңізді түсініңіз. Балаңызды қабылдамай тұрсаңыз, сіздің бойыңыздағы өзіңіздің қабылдағыңыз келмейтін мінез құлықты, егер сіз көп сөйлемейтін болсаңыз, балаңыз өте көп сөйлейтін болса, онда сіз көп сөйлеу мүмкіндігі бар, бірақ бір адамдар, бір сәттер сізді сөйлетпеуге әкеліп соқуы мүмкін. Сол себептен сіз ол мінез құлықты жауып тастайсыз бойыңыздан, сөйтесіз де айтасыз, маған сөйлеуге болмайды, мен ұнатпаймын деп оны бұрып аласыз. Әрине, бейсаналық, түп саналық тұрғыда. Ол саналы емес. Сол себептен балаңыз өте көп алдыңызда сөйлеп отырғандықтан, сіз не істейсіз? Сіз оны ұнатпайсыз ғой. Сізге кезінде айтқан, көп сөйлеуге болмайды деп. Сол себептен сіз балаңызды өзіңізге қабылдамауыңыз мүмкін. Өйткені ол сізге ұқсайды. Сіздің қабылдамайтын жағыңызға ұқсайды. Ол үшінші вариант. Төртінші вариант болуы мүмкін, махаббат жоқ кезде. Өйткені біз, егер шын жақсы көретін болсақ, адамды, ұлымыз болсын, қызымыз болсын, күйеуіміз болсын, енеміз болсын, анамыз болсын, жақсы көретін болсақ, махаббат болатын болса ол адамға деген. Оның толықтай қандай болса да қабылдаймыз. Қабылдамау деген сөз, ол адамға деген сезімнің жоқтығы. Айтарсыз, жоқ, мен баламды жақсы көремін деп. Сөз жүзінде мүмкін, бірақ ішке қарай нақты психологпен жұмыс жасап көріп, түбін іздеп көргенде, оның түбінде әртүрлі себептер жатуы мүмкін. Ойланыңыз, Енді бұл әзірше ойыма келген варианттарды айттым сізге. Ашуланшақты қалай түзеуге болады? Бағына осы әңгімемнің арасында айтып кеткен едім. Ашуланшақ не себептен екенін түсіну керек. Қай кезде, қай сәтте, кімге, неге байланысты ашуланасыз? Анализ жасау. Мен қазір күннің шықпай тұрғанын көрдім, далада бұлт, мен ашуланып тұрмын. Өйткені бұлт не істейді? Менің көңіл күйімді түсіреді. Сол себеппен мен өз-өзіме ашуланамын. Бірақ
Ол бұлт, тағы да айтамын, бір сәтке себеп. Себеп дегеніміз бір өміріңізде оқиға болуы мүмкін. Бұлтты күнде бір оқиғаның сіздің негативті түрде түп санаңызға жазылуы. Ол дегеніміз қалай? Бір ситуация болды, сол күні сіз өте қатты түңіліп ашуландыңыз біреуге немесе өзіңізге. Сол сәтте сіздің ойыңызда бұлт қалып қойды. Бұл ассоциация, бұлт пен сол сезім бір-біріне байланысты болып келді. Енді келесі күндерде бұлтты күн болған кезде не істейсіз? Сіз ашулана бастайсыз. Бірақ ашу ол бұлтқа арналмаған ғой. Ол нақты сол сәттегі жабылмаған оқиғаларға байланысты, эмоцияларыңызға байланысты ол себеп болып келеді. Дәл сол сияқты, бұлт сияқты мына карталарда сол түптегі жатқан сіздің жамылмаған эмоцияларыңызды бері қарай шығарады. Сонымен ары қарай жұмыс жасауға болады. Неден, не үшін, қай кезде. Сол себептен егер ашуланшақ болатын болсаңыз, анализ жасаңыз өміріңізге. Кімге ашуланамын? Кім мені жиі ашуландырады? Таңертең ояна салып ашуланам ба? Немесе тек қана кешке ашуланам ба? Немесе ұлым сабақтан келген кезде ашуланам ба? Немесе тамақ ішіп отқанда ашуланам ба? Немесе жұмысымда менің басшым ашуландырады ма? Ойланыңыз. Одан кейін барып, оны қалай не істеу керек сұрақ туындайды. Не ашулану бойынша шешім қабылдайсыз сол сәтке, немесе ашуланбау туралы. Ары қарай кеттік. Ашуланшақты айттым. Мына сұрақ мені күлдіріп еді. Lexus Jeep машинаны алғым келеді, аффирмация бар ма дейді. Аффирмациядан бұрын нақты ол Lexus Jeep сізге не үшін қажет екенін түсіну. Ол Lexus Jeep болған кезде мен қандай боламын? Ол жоқ кезде мен қандаймын? Деген сұрақтарға жауап ала алсаңыз, сол сәттен бастап ол өміріңізге келуі мүмкін. Нақты ниетіңізге байланысты. Ниетіңіз болуы мүмкін. Менің құрбымда дәл сондай Lexus Jeep бар. Мен оған қызығамын. Сезімдеріңіз. Мен оған қызығамын. Оның Lexus Jeep'те жүргенін мен қызғанамын. Бірақ оны байқамауымыз мүмкін. Сол себептен ол Lexus Jeep'та жүргенде сондай бір өзінше болып жүреді, әдемі болып жүреді, керемет болып, барлығын алдында мақтаншақ болып, мақтанып жүреді. Немесе сол машинамен келген кезде ол құрбым барлық басқа құрбыларымның барлығының көңілі сол ханымға аударылып кетеді де, мен шетте қалып қоямын. Сол себептен бұл Lexus Jeep машинасы маған қажет деген ой туындай бастайды. Сол арқылы мен құрбыларымның алдында қажетті боламын, көңілдерін маған бөледі, мен дәл сол сияқты солай болып жүремін деген ой пайда болады да, жаңағындай мынандай аффирмацияларды іздей бастауыңыз мүмкін. Сол себептен не үшін ол сізге қажет екенін түсіну. Білемін, ол машинаны жүргізу үшін, қажет жеріңізге барып келу үшін. Бірақ ол машинаға отырған кезде сіз қандайсыз? Басқа адамдар сізге қалай қарайды? Сіз қандай сезімдесіз? Соның барлығын түсіну арқылы, ниетіңізді дұрыстау арқылы өміріңізге дәл осындай Lexus Jeep'ті шақыруыңызға мүмкіндігіңіз бар. Бірінші ниетте. Ал аффирмация сол ниетіңіз сіздің пайда болғаннан кейін нақты сізге және қоршаған ортаңызға ол қауіпсіз болған сәтте, өйткені сіздегі негативті сенім ол басқаның алдының көңілін көтеру ғой. Сондықтан түп санаңыз ол машинаға іс-әрекет жасатпауы мүмкін, өйткені ол сізге қауіпті болуы мүмкін үшін. Сол себептен не істейміз? Нақты ниетті білгеннен кейін сол ниетке байланысты аффирмацияны ойлап табамыз. Аффирмация деген не? Ол тілек. Дұрыс жазылған тілек. Дұрыстайсыз, содан кейін өзіңізге түп санаңыз сенетін аффирмацияны күнде қайталауыңызға болады. Және визуализация өте көмегін береді.
Бірақ бұлар тек ой тұрғысында. Ары қарай іс-әрекет керек. Lexus джип машинасы болу үшін бірінші сіз оның бағасын білуіңіз керек. Оның бағасы қанша теңге екен? Оған сіздің қаражатыңыз бар ма? Ол болу үшін күнделікті неше теңге сіз оған жинауыңыз қажет, немесе қай жерден барып кредит алуыңыз қажет? Оны ай сайын төлейтін, кредитті жабатын сіздің қаражатыңыз бар ма? Немесе ол машинаны сізге кім сыйлау керек? Ол адамның қаражаты бар ма деген сияқты көптеген бұл жерде ситуациялар көп. Ары қарай кеттік. Мен өз бір сағатқа сиядым бекем. Түсініп жатсыздар ма, ханымдар? Көмек картасын түсіндірдім. Ата-анадан ұялу үнемі неге дейді? Өйткені ата-анаңыз әрдайым сізді осыған дейін кішкентай кезіңізде намысыңызға тиетін көп деген сөздер айтуы мүмкін. Ата-ананың бетіне сен менің көзіме тура қарама, болмайды деген сияқты. Немесе ата-анаңыз кішкентай кезіңізде үлкендерге қарсы сөйлеме, үлкендерге қарсы шықпа деген сияқты негативті установкаларды миыңызға беріп тастағаннан кейін сіз ата-анаңыздан үнемі ұялуыңыз мүмкін. Немесе ол кісілер әрдайым сізге айтып отыруы мүмкін. Мынандай жасаған адам, қандай ұят, ана қызды қарашы, ол әрдайым осыны жасайды, немесе осындай істепті. Бір ұят іс істеді дейік бір адам, иә? Соны кішкентай кезіңізде көп қайталай бергендіктен сол ситуацияға қатысты. Мысалы, біреудің қызы, не істесек болады? Біреудің екінші әйелі болыпты дейік. Немесе біреудің қазақша қалай любовница? Ұмытып қалдым. Любовницасы болыпты дейік. Ол ұят дүние сіздің ата-анаңыз үшін. Қандай ұят деп өте эмоционалдық тұрғыда кішкентай қыздың көзінше айтады, әңгімелейді. Бірақ сіз ол әңгімеге ортасына қосылмауыңыз мүмкін. Бірақ өте ұят ситуацияны тудырады да сіздің түп санаңызға ақпарат жібереді. Біреудің любовницасы болу ол өте ұят дүние деп. Содан кейін сіз ертең өскеннен кейін бір жағдайларға байланысты біреудің ашынасы болуыңыз мүмкін, любовницасы. Бар екенін білесіз. Мүмкін ол қарым-қатынас екеуіңіздің араңызда жабылып қалуы мүмкін. Қазір кездеспеуіңіз де мүмкін. Бірақ ұят деген кішкентай кезіңіздегі ситуация қазіргі кезде ата-анаңызға қарауға мүмкіндік бермеуі мүмкін. Өйткені сіз не істедіңіз? Ата-анаңыздың ұят деген дүниесін іске асырдыңыз. Сіздің өміріңізде болды. Сіз ұят іс жасадыңыз. Сол себептен түп сана тұрғысында ол кісілердің алдында ұялуыңыз мүмкін. Түсініп жатсыздар ма, ханымдар? Лайктарыңыз бен смайлықтарыңызды қойып жүрсеңіз, кері байланыңыз. Ары қарай жалғастырайық. Психолог травмамен жұмыс 3 айға созылады деді. Әркімде әр қалайым. Ол травмаға байланысты. Қаншалықты, мысалы, кейбір ханымдарда болуы мүмкін, кішкентай кезінде ол ханымдарды зорлық-зомбылық өте қатты көрген. Ол зорлық-зомбылық, қалай айтсақ болады, ол зорлық-зомбылықты жақын адам істеуі мүмкін. Ол травма жүзінде өте қатты, оның өміріне әсері өте қиын. Және ол адамдар әрдайым көз алдында жүргендіктен. Ондай травмалармен ұзақ уақыт жайлап, сізге қауіпсіз түрде, түп санаңызға бірде эмоционалдық жабылып қалмау үшін асықпай терапиядан өткізеді. Сондықтан әр психолог әртүрлі өзінің сіздің ситуацияңызға байланысты. Өйткені мен білмеймін ғой сіздің ситуацияңыз неде екен. Ситуацияңызға байланысты сізге неше уақытта осы травмамен жұмыс жасау бойынша өзінің рекомендациясы дейді, өзінің пікірін айтады. Ары қарай шешім өзіңізде. Так, сенімсіздік туралы айтылды. Жоқ, айтылған жоқ, иә? Сенімсіздікті қалай жоюға болады?
мүлдем бір жойып тастауға болмайды. Өйткені ол да біздің өмірімізге кейбір кезде қажеті болып жатады. Бірақ мәселе қандай ситуацияларда ол туындайды. Ол барлық 24 сағат бойынша барлық ситуацияда сенімсіздік адамның өмірінде пайда болмайды ғой. Әртүрлі сәттерде пайда болады. Сол себептен бұл жерде де тағы анализ жасау керек. Қай сәтте сіз өзіңізді сенімсіз сезінесіз? Өйткені бұл сіздің сезіміңіз ғой. Сіздің сенімсіз болуыңызға кімдер әсер етіп жатыр? Өйткені көбіне үй тұрғысында жаныңыздағы жақын адамдарыңыз көбіне немесе ортаңыз сізді сенімсіздікке әкеліп жатуы мүмкін. Сен қолыңнан ештеңе келмейді, сен бұның барлығын дұрыс жасамайсың, әрдайым дұрыс жасамайсың, немесе әрдайым сенің ашқан бизнесің жүрмейді, өйткені бір рет сен банкротқа түстің деген сияқты әртүрлі сөздер айтуы мүмкін. Сол арқылы сіздің ортаңыз сіздің сенімсіздігіңізге әсер етуі мүмкін. Бұл жерде қарау керек, нақты неден екенін, қай кезде кімнің әсері беретін, немесе өз-өзіңізге әсер бересіз бе? Ханымдар, түсініп жатсыздар ма? Даусыңыз шықпай тұр дейді. Менің даусым естілмей жатыр ма сіздерге? Мына жақта хатпен жазып жіберіпті. Бағанадан бері сөйлеп жатырмын. Естіп жатсыздар ма, ханымдар? Жоқ, сұрақ жазып жатсыздар ғой. Смайлик қойыпсыздар. Жүрекшені басып жіберіңіздер, мені естіп жатсыздар ма? Немесе смайлик қойыңыздаршы. Тоңа бастадым. Естіледі дейді. Жақсы естіледі. Жақсы, шошып кеттім ғой. Біреу сұраққа қойып жерді, мүлдем естілмей жатыр деп. Сонымен, ханымдар, не түсіндіңіздер? Мен уақытым әзірше бар сияқты. Осымен сұрақтарды жауап берді, тоқтатайын, естіліп тұр дейді. Рахмет. Әрі қарай бағанағы айтылған техника, нақты техникамен жұмыс жасау сіздерге түсінікті болып жатыр ма? Соған жауап беріңіздерші. Нақты картамен жұмыс жасауды түсінесіздер ме? Жоғарыда өте көп сұрақтар кетіп жатыр, мен оған мән бермей жатырмын, ренжімеңіздер. Өйткені мен алдын ала айтқан едім, стористе сұрақтарыңызды қойыңыздар, сол сұрақтарға жауап беремін деп. Ханымдар, кері байланыс айтып жіберсеңіздер. Түсініп жатырсыздар ма? Менің даусым жақсы естіліп тұрғанын түсіндім. Нақты менің айтылып жатқан дүниемнің барлығы сіздерге түсінікті ме? Қазір техникамен жұмыс жасайық, картамен жұмыс жасаймыз. Нұр-Сұлтанда, Астанада жаңбыр. Керемет жаңбыр жауып жатыр. Алланың нұры жаусын деймін. Дәл қазір тілеген дұға тілектеріңіз мына тамшылардың көптігіндей өміріңізге көп боп жан жақтан орындалып кетсін деп тілек айтамын. Мына қараңыздаршы. Сондай жаңбыр күшті боп. Дұрыс түсінбеймін көмек картаны. Оны қайтадан басынан бастап көріңіз. Бағанан бері сөйлеп жатырмыз көмек картасы деп. Неше уақыттан бері омен жұмыс жасап жүр. Естеріңізде ме? Мен осы жаңа жылға дейін әр жұмада сол көмек картасымен сіздерге техника беретін едім. Кімнің есінде бар? Нақты эфирде жұмыс жасайтын едік. Ханымдар, қайдасыздар? Барсыздар ма? Техникамен жұмыс жасайық. Артық салмақ. Мен алып тастайын. Қалай алынады екен енді? Өшірсем алынады ма? Тікелей эфирге біраз болды шықпай. Менің есімде дейді. Рахмет. Дәл қазір артық салмақ менде не үшін бар деген сұрақ бойынша, тақырып бойынша жұмыс жасаймыз. Дәл қазір сіздерден планшеттен мен карта көрсетемін. Осы картаға қарай өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Біріншіден не көріп тұрғандарыңызға мән беріңіздер.
ол көрген дүниеңіз сізді қандай сезімге бөледі, соған мән беріңіздер. Мәссаған Инстаграм арқылы қалай ақша табуға болады дейді. Білмеймін, нақты іс атқарсаңыз барлық жерде ақша табуға болады. Егер шын мәнінде сол істің маманы болсаңыз. Бірақ түсіне алмай жүрмін дейді. Жақсы, онда қазір көрейік. Мен бүгін ғана сізге қосылдым дейді. Гуля 11-11-63. Қош келдіңіз. Мүмкіндігінше бұндай эфирлерді жиі қойып отырамын, жиі шығып отырамын. Қазір мүмкіндігім болмай кетті. Кішкентай бала болғасын білесіздер. Білмейтіндеріңіз де бар шығар. 3 айлық балам бар, сондықтан көп эфирге шыға бермеймін. Артық салмақ жоқ болса, неге менде, мысалы, егер тым артық болсаңыз, оған сұрақ қойып көріңіз. Неге мен өзімнің қажетті, қалай айтсам болады, қажетті формама дейін неге келмеймін деген. Сонымен дәл қазір мен қандаймын деген сұрақты көріңіз. Дәл қазір мен қандаймын осы салмақпен. Мән беріңіздер. Көрініп тұр ма, ханымдар? Дәл қазір мен қандаймын? Артық салмаққа байланысты. Кері байланыс жазып жүрсеңіздер, не көріп тұрсыздар, не қандай сезімдесіздер, және мен қандаймын деген сұраққа қандай жауап алып тұрсыздар осы картина арқылы. Мәселе ұялуда емес, оның неде пайда болғанын түсіну үшін қажет техника бұл. Сонымен, ханымдар, міне, жақынырақ қояйын. Мен бақыттымын дейді. Қуаныштымын сіз үшін. Ханымдар, кері байланыс жазып жіберсеңіздер. Мен дәл қазір қандаймын осы артық салмақпен? Қандай сезімдерге бөленіп жатырсыздар осы? Семізбін де жегісі келмей мәжбүр болып жеп отыр дейді. Қиналысын тәтті жеп басып отырған келіншек. Әрі қарай тамақты уақыттан тыс жей беру. Әрі қарай уақыттан тыс жей беру, өзіме ұнамай тұрмын. Сонымен іші пысып отырған сияқты. Жақсы. Бұл бірінші картина болды. Енді келесі сұрақ. Бұл енді психосоматика ғой. Артық салмақтың бары, немесе салмақтың аздығының барлығы, бұл психосоматикадан келетін дүние. Ол деген ол депрессияда көп тамақ жеу дейді. Тойса да қимай жеп отырау. Ашу ыза сенізден тамақпен арпалысу дейді. Іштегі ыза кейін тамақ жеп басып отыр. Керемет. Міне, көрдіңіздер ма? Бірден карта арқылы сіздер өздеріңіз нақты түсініп жатырсыздар. Ары қарай кеттік. Енді өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Бұл ауру, былай айтқанда, артық салмақтың симптомы неде? Бұл неден пайда болды деп айтпайық, енді симптомы неде? Қандай ол? Ал, қараңыздар. Ары қарай жалғастырдық. Келесі карта. Симптомы не? Бұл аурудың, бұл артық салмақтың неден пайда болды деп ойлайсыздар? Енді пайда емес, бұл жерде сұрақ, нақты симптомы. Осы артық салмақтың сипаты неде? Десек те болады. Қандай ол? Бұл артық салмақ. Қалай көрінеді бұл артық салмақ? Сонымен, ханымдар, ары қарай кеттік. Міне.
Анық көрініп тұр ғой менің телефонымда. Қозғалыс аз дейді. Симптомы. Неге бұл бұлай? Қандай ол? Бұл артық салмақ. Өз-өзіне мән бермеу, аяғы осындай жағдайға жетеді. Еске түсіру дейді. Қалаған киім кие алмайды. Рух әлсіз, нәпсіге ерік берді. Жалғыздық, мәнсіз өмір дейді. Тағы 1-2 секунд ұстайын. Түсініңіздер ғой, Арғая жалғастырайық. Бұл симптомын түсініп жатсыздар. Қандай ол? Артық салмақ деген, Ары қарай кеттік. Қайдан келдің? Деп сұрақ қояйық енді. Бұл артық салмаққа сұрақ қойып көрейік. Бұл сіздің ауру деп айтпайыншы, енді жаман естіледі. Бұл симптом. Қайдан келдің? Ал. Қайдан келдің? Өзіне жеңе алмау дейді, тамаққа тойып алып, аз қозғалу дейді. Идеальный салмақтағыларда да сұрақ болу мүмкін бе? Әрине болу мүмкін, толып кетемін деген сұрақ болу мүмкін. Қорқыныш. Өзгеру үшін неден бастау керегін айтыңызшы дейді. Реніштерді іште сақтау дейді. Ханымдар, қайдан пайдан болдың? Бұл салмақ. Ойланып көріңіздер. Қайдан пайда болдың? Ханымдар, қайдасыздар? Ата-ананың махаббаты аз болды. Міне симптом. Көзі тоймау. Адам қандай болса да өзін жақсы көруі керек дейді. Керек емес. Қажет те емес. Қалаймын деген сөз болу керек. Балалы болды аңсаудан, уақытымен дұрыс тамақтанбағандықтан, мама папа көп аяған сияқты дейді. Қайдан пайда болдың артық салмақ? Тағы да сұрақ қойып жатырмын. Арғы жалғастырдық. Сонымен, қайдан пайда болдың? Не дейді сіздерге? Қайдан пайда болдым дейді. Гормональный дәрі көп қабылдадым дейді, тыныштық жоқ дейді. Ары қарай кеттік. Келесі сұрақ. Неге бұл артық салмақ неден мені қорғайды? Артық салмақ неден мені қорғайды? Қанымдар, тез жазып жіберсеңіздер, реніштерден дейді қорғайды. Неден мені қорғайды? Ойыңызға келген сөздерді жазыңыздар. Ең бірінші сәтте сұрақ қойылып, картинаға қараған кездегі. Неден мені бұл артық салмақ қорғайды? Не көріп тұрсыз? Бұл қыз сізге нені білдіреді? Бұл қызды көрген кезде қандай сезімге бөленесіз? Байқап көріңіздер. Ер адамдардың көп вниманиядан, суықтан, жан жағындағы еркектің көздерінен көріп тұрсыздар ғой, бұл сіздердің негативті установкаларыңыз. Нақты неден қорғайтыны сіздерге
жолдасыңа адал боласың. Иә, мен сұлу, келбетті, артық салмағымның барлығын алып тастап, өте фигурный болатын болсам, маған басқа ер азаматтар қарай бастайды да, мен өз ер азаматымның көзіне шөп салуым мүмкін, немесе басқаға кетіп қалуым мүмкін деген установкалар. Күш береді дейді. Иә, бұлар карта. Тек бұл карталар онлайн карталар. Ары қарай осы артық салмақтан арылу үшін маған не көмектеседі? Екі карта. Охо, кішкене көрінбей тұрған сияқты. Қалай көрсетемін бұны? Үлкейтіп көрсетейін. Міне. Бұл артық салмақтан арылу үшін маған не көмектеседі? Жақылықтан арықтаймын деп қимылдау дейді. Мынау картама дейді. Не карта деп айттым ау демек. Сонымен не көмектеседі? Бұл артық салмақтан арылу үшін. Қандай ойлар? Мына жерде жүктіліктің тестісі, ол нені білдіреді сіз үшін? Жаңа бір идея, жаңа бір пайда. Тек қана жүктілік болмауы мүмкін. Бұл метафора, ерік жігер дейді. Ерік жігердің артында не тұрады? Не істеу керек ерік жігер пайда болу үшін? Өзімді қабылдаудан дейді. Рахмет. Беременность дейді, ол да болуы мүмкін. Аз тамақ көп қозғалыс дейді. Мощнойда аз жеу көмектесе, тамақты аз ішу дейді. Жүгіру дейді. Мен сіздерге ойыңыздағы емес, нақты картадан көріп тұрған дүниені айтыңызда. Алдыға мақсат қойып, арманға жете білу дейді. Сонда мақсат қойсаңыз, оған жету арқылы сіз іс-қимыл жасайсыз. Іс-қимыл жасасаңыз, сіз қозғалыс жасайсыз деген сөз дене тұрғысында. Қозғалыс жасасаңыз, сіздің артық салмақтарыңыз кетуі мүмкін. Сонда сіз қазір бір орында отырсыз ба, еш қозғалыссыз ба деген ой туындайды. Ойланып көріңіздер, Сонымен, мен ханымның Нұр 2016-21-53 сіздікін талқылап жатырмын. Алдыға мақсат қойып, арманға жете білу дейсіз. Бұл артық салмақ сол кезде менен кетуі мүмкін. Сонда нақты сізге қазір не істеу керек? Нақты мақсат қоя білу керек. Мақсатты қойғаннан кейін ол мақсатқа жету үшін жоспар жасау керек. Жоспар жасағаннан кейін ол жоспар бойынша күнделікті іс-әрекет жасау керек. Сонда іс-әрекет жасау арқылы сіз күнделікті не істейсіз? Қозғалыс жасайсыз, іс-әрекет жасайсыз күнделікті. Үйден шығасыз, бірдеңені жасайсыз. Қимыл жасағаннан кейін сіз артық салмағыңыз сізден кетуі мүмкін. Түсініңіздер ме, ханымдар? Мен бір ғана ханымның айтқан сөзіне қарай сіздерге арғарай жалғастыра отыра іс-әрекеттеріңізді түсіндіріп беріп жатырмын. Көмек карталарының осы көмегі бастысы. Мен сіздерге қазір тағы да әлі де бергі жағын беріп отырмын. Бұл индивидуально дейміз ғой, жеке әр ханыммен жұмыс жасау қажет. Сіздің установкаңыз мүлдем басқа болуы мүмкін. Сол арқылы оны не істеу керек? Ары қарай қандай жоспар қою керек? Бұл бір коучинговый жұмыс сияқты. Картаны ары қарай шығара отыра, көбірек сұрақ қоя отыра, түсінікке келіп, ханым нақты бір ойға келеді. Мен түсіндім. Менің артық салмағым мынадан пайда болған екен ғой. Енді ол артық салмақ мені неден қорғап тұр? Бағанағы установка. Егер мен әдемі болып, фигурам керемет болатын болса, онда мен не істеймін? Басқа ер азаматтар маған қарап, мен өз ер азаматымнан кетіп қалуым мүмкін, немесе оған көзіне шөп салуым мүмкін деген ойдан пайда болған дүние. Сонда оны не істейміз? Қауіпсіз түрде сіз үшін, ол ойдан арылу үшін, ары қарай не істесем, осы артық салмағы менен кетеді деген бойынша жұмсақ түрде жоспар құрасыз. Жайлап, ары қарай сол іс-әрекет арқылы өз нәтижеңізге жетуіңізге болады. Бірақ бұл жердегі ең бірінші түсіндіңіз.
Енді сұрақ пайда болады. Мен осыған дейінгі сол сеніммен өмір сүре беремін бе? Немесе түсінген түсінігім бойынша өмірімді өзгертемін бе? Екі шешім. Екеуі де сізге ыңғайлы. Қайсын таңдайсыз, солай ары қарай іс-әрекет жасайсыз. Сонда жауапкершілік өз қолыңызда деген әңгімені айтқым келіп отыр. Картаны қайдан алуға болады дейді. Карталарды психологтарға арнайы сатады, немесе өте оңай түрде карталар. Ол жекеменшік өзіңізбен жұмыс жасау еш пайдасы жоқ, өйткені сіз нақты өзіңізге арнайы маман ретінде сұрақ қоя алмайсыз. Ешқандай картина бір түсінуге болады. Мысалы, картинаны алып, бүгін маған неге мән беруге болады деген картаны аша отыра, ең жеңіл түрде дүниелермен жұмыс жасауға болады. Бірақ травмаларға мүмкіндігінше психологпен жұмыс жасау керек. Өйткені сол сәтте сізді қауіпсіз түрде өзіңіздің қалпыңызға келтіру үшін. Көбіне сол травмада қалып қоюда қаупі бар. Бері қарай шығарып алғаннан кейін. Түсінікті ғой да, ханымдар? Нақты маман болу керек деген айтатын ой. Қорытындылайық. Көмек картасы сіздің түп санаңыздағы сізге қажет дәл қазір ақпаратты осы көмек картасы арқылы қауіпсіз түрде сіз үшін. Қауіпсіз деген эмоцияға кіріп кетпей, жылап кетпей, айқайлап кетпей, сол сәтті есіңізге түсіріп, жүрегіңіздің барлығы ауырып кетпей, жай жұмсақ түрде сізге ақпарат береді. Сол арқылы ары қарай сіз шешім қабылдай аласыз. Тағы да қайталамай айтамын. Дәл солай өмір сүре беремін, немесе осы түсінік бойынша өмірімді өзгертемін деп. Екеуі де сіз үшін дұрыс. Тек жауапкершілік өз қолыңызда. Түсінікті ме, ханымдар? Кері байланыс беріңіздер маған. Қараңғы болып бара жатыр уже. Түсінікті ме, ханымдар? Не айтасыздар? Көмек картасы бойынша бүгін және де басқаша сұрақтарға жауап беріп үлгердім ау деймін. Тоқтамай сөйледім енді. Рахмет жүрекшелеріңізге. Ханымдар, қайдасыздар? Жүрекшелеріңізді көріп жатырмын. Жаңағы ханымдар, жұмыс жасаған ханымдар, нақты картамен қандай түсінікке келдіңіздер? Түсіндім дейді. Енді ары қарай шешім өзіңізде. Дәл осылай рет-ретімен психосоматикаға байланысты барлық аурулармен жұмыс жасауға болады. Арнайы карталармен. Және де ең көп кездесетін ол бесплодияның қазақшасын ұмытып қалдым. Бала көтере алмау, Солда психосоматикаға жатады. Онымен де жұмыс жасауға болады. Не себептен сіз өз-өзіңізге балалы болмауға кедергі жасап тұрсыз? Не себептен түп санаңыз неден сізді қорғап тұр? Өйткені түп сананың басты мақсаты сізді қорғау болып саналады. Қалай асық екен? Мен жаңа ғана айттым ғой, картамен жұмыс жасасаңыз, тікелей эфирді қайтадан көріңізде, қайтадан жұмыс жасаңыз. Не көмектеседі деген соңғы карта бойынша жоспар құрыңызда, соған қарай іс-әрекет жасаңыз. Мен мысалы келтірдім, не істеу керек екенін, жаңағы бір ханымның атын айттым ғой. Сол бойынша. Рахмет дейді, мың алғыс дейді. Сіздерге де рахмет. Кері байланыс бере отыра, қазір менімен жұмыс жасағандарыңызға. Сонымен ханымдар, эфирімді аяқтайын. Үлкен рахмет сіздерге. Дәл қазір осы сәтте менімен болғандарыңызда, немесе записте көретін ханымдарға да арналады бұл сөздерім. Келесі кездескенше Үшбухат парақшасында менің алла бұйыртса жақында болатын тренингім болады. Тікелей эфирде осылай карталармен жұмыс жасаймын. Бағасын барлығын сол парақшада білесіздер. Мен тек маман ретінде тікелей эфирді өткіземін. Болды. Басқа ешқандай іс-әрекет жасамаймын. Және кеше ғана менің WhatsApp'та астаналық ханымдар керемет менен хат алды. Басқа жерде жарнама жоқ. Арнайы жексенбі күні тренинг өткіземін менің астаналық ханымдарыма. Өте жабық түрде, аз ғана ханымға.
WhatsAppқа жазсаңыздар мүмкін, бірақ орын уже қалмады. Мүмкін келесі аптада тағы өткіземін. 15 секунд. Сау болыңыздар ханымдар. Үлкен рахмет менімен бірге болғандарыңызға. Кештеріңіз сәтті өтсін. Келесі кездескенше.